Қазіргі заман адамының көбісінің діттеген меже, тұтқан мұраты не? Бәріміздің аузынан шығатын бір сөз бар, жетістік. Жетістік деген сөз әр жерде бой көрсетіп жатады. Айналамыз толған тренинг, айналамыз толған тренер, елдің барлық ақылшы, бұны тіпті пайда табудың көзін айналдырып жатқандар жоқ емес. Бәрінің айтып жатқан бір нәрсесі бар. Қайтсек жетістікке жетеміз. Қалай табысты тұлғаға айналуға болады? Оның қандай жолдары бар? Ал енді ағайын біз бүгін былай айтып көрейік. Абайды тренер деп алайық. Сосын ол бізді жетістікке қалай жетелеген болар еді деп ойлайықшы. Осы заманауи жағдайға абайды ақылшы ретінде. Осы сұрақтың төңірегінде ойланып көрейік. Меніңше мысалы абай бізге мынандай деп бір 5 кеңес берер деп ойлаймын. Біріншісі, әсемпаз болма әрнеге. Абайдың әсемпаз болма әрнеге деп басталатын шумағын білмейтін адам жоқ қой енді, кем деген. Баяда бұл әліппеде де осы сөз болатын. Мектеп бітіріп жатқанымызда түлек дейміз ғой, выпускниктер өзінің жаңа қоштасу кешінде де осы сөзді айтып жататын. Жаңа кірпішті, сенде әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіштің үйге кетігін тапта бар қалан деп бір-біріне осындай ақжол айтып жататын. Абай бұнымен нені меңзеді? Әсемпаз деген не өзі? Әсемпаз енді біздің қолымызда көрсеғызар, әуесқой, әр нәрсені қызықтайтын. Бірақ енді ол бір жақсы окраскада айтылып тұрған жоқ қой, бір жақсы реңде, бір тәнті болған реңде айтылып тұрған жоқ. Әсемпаз деген болма деп тұрған соң ол жақсы, аса бір жақсы нәрсе емес. Соңғы орында әуесқой, дәлірек айтсақ дилетант деген сөз. Әр нәрсені қызықтайды, бірақ нақты бір нәрсені ұстамайды. Қоян қуып келе жатып, орта жолда түлкіге бұрылып кету дейтін бар ғой. Біздің Қазекең қанында бар нәрсе енді өкінішке орай. Анаған бір қызығу, мынаған бір қызығу, ананың басын бір шалу, мынаның басын бір шалу деген сияқты. Осыға келгенше жаңа өзіңді өзіңіз деп жаңағы. Босқа уақыт өтіп, уақыт кетіріп алып, сосын осындай бәрі бұлай әсемпаз болудың салдары, нақты бір нәрсеге табан тіремеудің салдары. Оның үстіне қазір интернет бар, жаңағы ютубыңыз бар, желіңіз бар, неше түрлі жаңағы дүниенің бар өзі жан-жақтан қосылып жатыр жаңағы. Ойбай айтамыз, ойбай қалаулым құртты, ойбай анау сөйтті. Не бір бай балам салып жатырмыз, онымызда түсінікті нәрсе енді. Сол бүлдіргі бағдарламалардың жаңа көрілімін қараңызшы. Миллионның үстінде. Соны көріп, соның астына қырылып пікір жазып жатқан Канададан келген жоқ қой, бір болмаса мароккалықтар емес, қытайлар емес, аргентинецтер емес, ресейліктер емес, өзіміз ағайын. Немесе жаңа бір әнші фотосын салса, инстаграмға суретін салса, жаппай лайк басып жатамыз. Сосын астында қырық пышақ болып жаңа қырылып жататында өзіміздің қарындастарымыз солар. Өмірден бір орын табам дейтін болсаңыз, ағайын, бауырлар, бүйтіп көрейікші, бүгіннен бастап, осы қазірден бастап, осыны істеген, естіп отырған кезден бастап, пайдасыз видео көруді, әншілерді, басқаларды оқып пікір жазуды, 2000 адамға тіркеліп ап, солардың жаңағы ішкен жегеніне қарап, өтірігіне иланып отыруды. Тоқтат. Болды, осын тоқтатыңыз. Одан көрі жаңағы айналып жатқан шаруаңды сапалырақ жаса, өзіңді өзің дамытуға жаңағы жұмса сол уақытыңды, сол энергияңды өзіңді жетілдіруге жұмса. Екінші нәрсе. Кетігін тапта бар қалан дейді Абай. Абайдың өзі бүкіл фәлсәфасын қарап отырсақ, философиясын. Абай жетістікті жаңағы ғылым табу дейді. Және орын табу деп қарастырады. Жетістік дейтін сөз қазір енді бізде мода болып тұр ғой енді. Қабілет жеткен адам жаңа ғылым табады. Елдің бәрі ғалым болу мүмкін емес. Ауадан былай адам орын табады. Сөйтеді Абай айтады, орын таппай баптанба дейді. Орнын тапқанша тоқтама, тоқмейілсіме. Оныңды қайдан табасың? Орныңды қайдан табасың? Орынды дүниенің сен қалану тиіс еткен кетігінен табасың. Кетігін тауып қалансаң, орныңды тапқаның. Орысша айтқанда, находи свою нишу. Жақсы, бұның бәрін істедің. Айналып келгенде, нәтиже Алла Тағаланың өзінен. Не нәтиже болса да, қанағат тұтуыңыз керек. Өйткені мына жетістікке жеткен адамдардың бәрін бір айтатын нәрсесі бар. Керек десеңіз қазіргі
не мода болып жатқан жаңағы сәнді болып жатқан кайдзеніңіз болсын, тайм менеджмент дейсіз бе, жаңағы энергия менеджмент дейтін бар. Бәрінде айтылатын бір нәрсе бар. Негізгі мұрат нәтиже емес дейді. Процестің өзі дейді. Ана еңбектену процесінде адам ләззат алу. Нәтиженің соңынан жаңағы ұдай алақтай беретін болсаңыз, ол жоғарыда шыға қоймаса, адам баласы сынып кету қаупі бар. Ал процеске қанағаттансаңыз, сіз тоқтамайсыз. Енді осылардың бәрін сақтаған кезде діттеген межеңізге жетесіз. Сол кезде дейді, абай айтады, кісілігіңді ұмытпа, рақымыңды ойлап қой дейді. Маңайыңа білімің шаш, тәжірибеңді айт, тапқан малыңмен көмектес, шапағат қыл, мейірім қыл, адам болам десеңіз. Міне осы жерден абайдың жетістікті немен өлшеді дегеннің жауабы шығады. Жетістіктің мақсаты адам болу. Кетігін тапта барғалан деді абай. Ал енді дүниенің кетігін қалай табасыз? Менше енді оның ең алғаш сатысы өзіңе тапсырылған шаруаңды сапалы орындау. Өзіңді өзің алдама. Сонда егер немқұрайлы қалмай иждихатпен істесеңіз, ісіңіз ілгері басады. Алла тағала әділ. Артық жасаған еңбегің ешқашан далаға кетпейді. Антони Роббинс дейтін айтады. Біреуге істеп жатсаң да өзің істеп жатқан сияқты еңбектен дейді. Жетістіктің алғашқы баспалдағы осы. Мұны қазақ айтады, үйренгенің өзіңе жақсы, істегенің маған жақсы деп. Осы саланың, өз салаңның істеп отқан, өз саланың, өз ісінің майталманы болу, осы күні өте маңызды. Аса маңызды. Қазір осы көлік туралы ақпарат айтқан кезде аузынан шықпайтын адам көп ақ. Бір машина туралы айтаршы, елдің бәрі бір керемет бір деген алып келеді. Сол көліктің енді білгір электригіңіз деңіз, соны жөндеп береді. Емге таппайсыз. Тапсаңыз удай қымбат. Елдің бәрі журналист, елдің бәрі режиссер болады. Ойында жоқ бірінің Салтыков пен Толстой, Әтілмәши адвокат болсам деген бәрін дойды деген сияқты. Елдің бәрі бір көрінетін нәрсе. Журналист, режиссер, әнші, сахнада. Елдің бәрі сахнаға ұмтыламыз. Сауатты, свет қоятын адам 1,5 ғана. Бір концерттің жарығын қоюға бірнеше миллион сұрайды. Бірнеше миллион теңге сұрайды. Дұрыс соныкі. Себебі ол майталман, өзіңіздің майталманы. Сен өніңді айта бер. Бірақ сенің қандай әнші болсаң да, светті жақсылап қоймасақ, сапалы жаңағы съемка болмайды. Жаңағы световигің басқа нәрседен мақрұм болуы мүмкін, бірақ бір саланы ол терең білет, терең меңгерген, кетігін табу деген осы шығар дәуде болса. Абайдың өзі айтады ғой енді, өкінішті көп өмір кеткен өткіздік. Бір нәрсеге болмай жетік дейді. Бәрін білетін, бірақ ештеңе білмейтін адам болудан, содан сақтану керек ағай. Үшінші нәрсе, абай айтатын, болмасаң да ұқсап бақ. Абай айтады, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Біздің маңадан бері айтып жатқанымыздың көбі осы жолдарда қамтылған екен, қарап отырсаңыз. Брайан Тресси дейтін бар. Ол айтады, еліктейтін бір үлгі тауып ал дейді. Соған ұқсауға тырыс дейді. Біз білетін нәрсе айтты, Брайан Тресси айтсақ, өтіп кетеме деген сөз ғой. Абайдың айтып отырғаны осы негіз. Әрине ғылым болсын, өнер болсын, кәсіп болсын. Адам бастайса өз жолын бірден тауып кетпейді. Басында біреуге еліктейсің. Болмасаң да ұқсап бағасың. Жетістікке жеткен адамды жаңағы үлгі тұту керек екен. Соны қайталайды екенбіз. Сосын белді бір жаңағы шамаға жеткен кезде жолыңыз таба бастайсыз. Абайдың айтып отырғаны, көп адамды құртатын нәрсе ондай болмақ қайда дейтін. Жаңа пессимизм. Абайдың айтып отырғаны пессимизм, ондай болу қайда қойш дейді. Адам істегенде адам істейді деп отыр Абай. Ондай болмақ қайда айтпаңыз дейді. Жанбай жатып сөніп қалмаңыз дейді. Содан кейін ғалым болмай немене балалықты қисаңыз дейді Абай.
Балалық деген не? Ол ойын құмарлық, ол жоқ нәрсеге күлу, бос қосықты іздемектік. Ол балалық деген, бала қандай? Бала жалаң эмоцияның соңына еріп кету, әр нәрсенің төркініне үңілмеу, осыны балалық дейді. Осындай мінезден адам арылатын болса, осындай мінездеріңді қиып құтылатын болсаң, жаңағы ғалымдыққа білекті маман дейтін шын бағалы адам санатына жету қиын болмайды. Тек осыдан құтыл дейді абай айтып отыр. Одан кейін абайдың айтатыны қолыңды мезгілінен кеш термеме дейді. Ана абайдың жолынан, абайдың сөзінен оқатын жаңағы тағы бір сабағымыз бар. Ол қолыңды мезгілінен кеш термеме дейді. Әр нәрсенің бір мезгілі болады. Мысалы, егіннің егетін мезгілі болады. Қасқылған сол егін тура егетін мезгілде табиғаттың нағыз бір құлпыратын кезеңінде, табиғаттың саясында бір рақаттанып отырғың келеді, қыдырғың келеді. Адам оның үстіне авитаминоз болды, әлсіреген, демалғың келеді. Бірақ бала шағаның несібесін арту үшін сен қазір егуің керек. Ешқандай қызық, жаңағы рақат қууыңа болмайды. Мол өнім керек па күзде? Ендеше көктемнің осы бір 2-3 апта. Осы кезде құдалыққа бармайсыз, тойға бармайсыз, дүниенің қызығын қоя тұрасыз, диқан қолына кетпенін алады, сөйтеді бүкіл күшін жүйе салып, жаңа жерде егіншілікпен айналысады. Ұйқысы қанбайды ол кезде. Сол көзді дұрыс пайдаланатын болса, сол жетістікке жетеді. Бітік егінге қол жетеді. Сол секілді адамда бір нағыз егін егетін кезі жас кезі. Адам өте әсершіл кезі. Адамның ғылымды өте қатты игеретін кезі. Одан кейін адамның өзі қабылдау қабілеті өзі 25-30-дан кейін өзі кемей береді ғой. Осы кезде қолды кестермеп қалудан сақ болу керек. Өзіңді өзің жаңағы дамытып, кемшілігімен күресіп, артықшылығын ұштап қалмайтын болса адам, ертең бармағын шайнап отыру әбден ақ қимыл. Одан кейін абай айтады, ақырын жүріп анықпас дейді, еңбегің кетпес талаға дейді. 5-ші кеңес осы айтайын дегенім. Ақырын жүріп анықпас абай айтады, бірақ секіріп шығам деп, бірақ секіріп түсем деп мертігеде жатады дейді. Қытайларда айтады екен, жүрістің жаманы шаршататын деп. Сол секілді мына істің ақырын күтпей, нәтижесін бақпай, соңын күтпей, шаман жақсылап өлшеп алмай, асығыс таныту көп ретте біздің кесірін тигізеді. Азаздан, бірақ үздіксіз істелген істе нәтиже болады. Ақырын анық деп отырған абайдың осы. Қандай да, енді осындай абайдай дәл берген кім бар енді? Осы айтқан сөздерінен бүгінгі әңгімеге қорытынды жасап көретін болсақ, бірінші, әр нәрсеге әсемпаз болма, көрсе қозар, тұрақсыз болма дейді. Екінші, өзіңнің осы өмірдегі орныңды, кетігіңді іздеген соң ол табылады. Үшінші, басында болмай жатса, болғандарға ұқсап бақ. Елікте, бірақ өзіңді жоғалтып алмай деген сөз бар ғой енді. Төртінші, ең бастысы қолыңды мезгілінен кеш термеп, ертең өкініп қалма. Бірақ негізі бір нәрсе бар, ештен кеш жақсы дейді. Өтіп кетіп екен деп тағы да салын суға кетіруге болмайды, бірақ неғұрлым ертерек бастағанға жетсін деген сөз ғой. Бесінші, ақырын жүріп анықпас. Басы тоқтама, еңбек ешқашан далаға кетпейді. Бұл заңдылық. Абайдың бізге ұсынатын жолы осы екен ағайын. Тыңдағандарыңызға рахмет.